Mine biröv, eköv, üçöv, onda mineki törtü, beş yana salıp baslaptı. Bu yerde Qarabağstan şeriatında uluma ekologический. Hazır hava rayının salkın болып келгенінің себебі. Siz енді баста 2 мәрте трипсқа қарсы дәрі септіңіз, солай ма? Ава. Соның пайдасы. Инжо деген Сингента компаниясының инсектицид препаратын септіңіз. Енді соған араластырып аминозол септіңіз, солай ма? Азық ретінде. Ава. Бұл аминозол жидкий азот болып есептелінеді. Екіншісінде және калий қосып септіңіз. Калий менен біріншісінде имидорол септім. Жағы немен амизолмен 11-ші май күні. Онан кейін екіншісінде кеше 24 күні жағы калий, амизон, сосын жағы несіменен инжо менен 80 граммнан инжо бердім. 500 граммнан амизон бердім. 500 граммнан калий бердім. Калисто бердім. Енді кеше 3 күні 5 килодан кармавит, гектарына 2 килодан спраген, пластатин, бактамин, және 300 граммнан калий бердім. Молодец. Тұрмаңызға берекет берсін. Неше кило төгін бердіңіз азыр бұған? 300 килодан кармавит бердім кеше 26 күні. Қашан қайсы егіс бұл? Апрельский егіс? Апрельдің 8 күні егілген. Бірақ суды январдың ішіндегі ішкен сумен егіп қойды. Су болмай қалды. Ол февралда суаратын біздерге су келмей қалды. Құлағың берекетін берсін, молодец. Пақтаңыз жақсы, міне шаналап атты. Любой пақтаны көрсеңіз болады, неге қара? Жақылып не? Уже пақта міне бірөв, екөв, үшөв, онда мінекей төртөв, беш жана салып басылапты азыр бұлда қарайсыз. Бүгін 5 июнь, иә? Ава, 5 июнь. Енді құда қаласа, ана фосфор менен жаңа қалған бактамин, пластатин Судан алдын. Фосфомакс 2 литр гектарға, бактамин 2 литр гектарға, плантастим 2 литр гектарға. Соны судан алдын сеуіп, суға тайырлайым сені. Болды, құда қаласа бір... Тұрмаңызға берекет берге, апажан. Берекет берсін. Әуле Аллах әмен әрсеге, бірақ минетіңіздің арқасында, агротехникасының арқасында осындай дәрежеге жетіп отырыпсыз. Енді сізге маслахат биолаборатория жіберің бұған. Обязательно биолаборатория жіберің, енді суға тайырлауымыз керек, уже екінші суспенсиядан бактамийлер сеуіп болғанда сразу суға тайырлаймыз. Кеше 3 күні сеуіп едім ғой, 10 күні сепсем бола ма? 10 күні 7 күні арасы өткенде. 10 күні. Содан кейін қарқ тартып, суды ашаманда. Сразу суға тайырлай береміз ізіне. Бактамин, плантастин, фосфомаксты сеуіп боламыз, сөйтіп сразу қарқты тартып, ізінен суды жібереміз. Бірақ оған дейінгі аралықта сіз биолабораторияға барып, трихограмма, одан кейін алтын көз и бракон. Қазір келеді бүгін. Келсе соны жіберіңіз. Анандай қойып едік қой. Себебі қазір міне бидай пісіп атыпты қазіргі уақытта. Атырапыңызда бидайлар, бидайлардағы әрқилы зиянкестердің бәрі бидай қатқаннан кейін, піскеннен кейін пақтаға қарай өтіп бастайды. Бәрібір ол бір сепкен, екі сепкен менен кетті деген емес ол трипс. Ол біреу болса да, екеу болса да бәрібір зиянкес ол, бәрібір келеді да. Соның үшін соған қарсы жаңа биолабораторияға жіберсек болады. Құмаңызға берекет. Ağzına tükürüp kararlar mı?